Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгінгі видеомда жас ұстаздарға арнағым келеді. Себебі жас ұстаздар мәтіндермен, жаңа сөздермен жұмыс жасау барысында әдіс-тәсілдері жетіспей жатады. Ең алдымен сабақ жоспарын жасағанда әрбір кезеңге мән беру қажет. Ұйымдастыру бөлімінен кейін миға шабуыл деп жатамыз, немесе мен көңіл тайм деп айтқым келеді. Көңіл таймға көп көңіл бөлу қажет. Көңіл таймдағы қызықты ойындар арқылы, қызықты әдіс-тәсілдер арқылы оқушыларды сабаққа дайындап алуға болады. Қай уақытта оқушылар жалықпай, белсенді сабаққа қатысады. Әрине, қызықты әдіс-тәсілдері бар, қызықты ойыны бар сабаққа. Мінекей ендеше сабағымызды түрлендіріп отыруымыз қажет. Мысалы, бүгінгі сабағымыздың мақсатында жаңа сөздерді үйрету керек болатын болса, ендеше оны қалай үйретеміз? Тақтаға ағылшынша сөзді және оның аудармасын жазып па, әлде құр сөзді жаттатып па? Жоқ, бұл әдіс оқушыларды тез шаршатады және сабақ босқа өтеді. Ал ендеше қалай тыңдап көрейік? Алдын ала жаңа сөздердің суреті бар карточкалар дайындап, сабақта оқушыларға 3 рет көрсетіп, мұғалім осы сөздерді өзі оқып, оқушылар қайталап отырады. Кейін оқушыларды тақтаға шығарып, әр оқушының қолдарына суреті бар карточкаларды беріп шығады. Оқушылар қолдарындағы суреті бар карточкаларды бір-бірлеріне көрсетіп таныстырады. Ойынның шарты, мұғалім 2 сөзді бірдей айтады, мысалға пальто, шарф. Қай оқушының қолдарында осы суреттер бар, сол оқушылар жылдам орындарын алмастыру қажет. Осылайша барлық суреті бар карточкалар, яғни сөздер айтылып шығады. Ең қызығы 7 минутта оқушылар бүгінгі өту керек сөздерді жаттап алады және ұмытпайды. Бұл ойында тіпті қасындағы оқушылардың да суреттегі сөздерін жаттап, тез табуға көмектесіп тұрады. Топта жұмыс жасамайтын да, сөзді жаттамайтын да оқушы болмайды. Бұл суреттерді кез келген тақырыптар бойынша сөздермен алмастыруға болады. Мысалы, грамматика бойынша бұрыс немесе дұрыс етістіктерді жаттауға өте тиімді ойын. Құрметті ұстаздар, бүгінгі видеомды осымен аяқтаймын. Сіздерге қандай да бір көмегім болады деген ойдамын. Егер видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.